Дәл бүгінгідей есімде. Дөң басында айнала қоршаған балаларға ауылдың шежіреші қарты бабаларын ерлік жолы деп аңыз әңгіме айтып отыр. Тарбағатайды қалмақ жайлады. Буаз әйелдің қарнын жарыпты, бесіктегі баланы найзамен іліпті. Қалмақтардың ішінде адам жегіш құбыжықтары, әскеріне ерткен жезтырнақтары бар екен. Бір рулы елді түгел қырыпты, ұлын құл, қызын күң етіпті. Жанан батырдың еліне бұл дақпырттың келіп жеткеніне біраз уақыт болған. Жас батыр қамсыз емес еді. Ендігіде балапан басына, тұрымтай тұсына кеткен шақта би бағыландар, бай шонжарлар емес, ат ойлаған батырлардың ғана еліне қорған боларын түйсігіне түйген. Батыр жіберген барлаушылардың хабары да суыт. Қалмақ қолы еш аялсыз алға жылжыпты. Бет алысы түстік, демек осы елдің үстімен өтпек. Қазақ батырларының бастары қосылмады, қалмаққа қарсы әскер шығара алмады. Жеке қақтығыстарда қазақтың шағын әскерлері жеңіліп, халықтың тоз-тозы шықты, шапқыншылыққа ұшырады. Жас бөрі Жанан қауіптің шеті білінерді-ақ, өзіне қарасты елден қол жинап, қалмаққа аттанатын аға батырлардан хабар күтті. Қазақ әскері бірге алмай батырдың үміті қиылды. Шағын жасағымен бүтін қалмақ әскеріне қарсы тұра алмайтынын білген Жанан шегіне бере еліне жетіп, халқын қауіпсіз мекенге көшіруге қарекет қыла бастады. Сүлік қара аты терге малшынған, жау қарасын көріп келген шапқыншы босағадан аттамай табалдырықты басып тұрып, «Батыр аттан» деді де, қалмақ қосындары дәл осы ретпен жылжыса, 2-3 күнде ел шетіне кіретінін жеткізді. Барлаушылардың суық хабарын күткендей-ақ, ертіс өзені бойынан да шапқыншы келіп түсті. Олар батыр тапсырмасымен өзеннен өткел іздеп кеткен, тауып оралыпты. Абдырамаса да қимылы шапшаңдаған Жанан батыр елді ертіске қарай көшіруге пәрмен берді. Ел жұртын ертістен өткізіп, қалың орманға жеткізсе, қалмақтан қара үзері анық. Өзі де елеңдеулі, үркінші халық бірнеше күннен бері дайын еді. Тек бағыттары белгісіз тұғын. Енді хабар болған соң Жанан батырға қарасты жұрт түйе қомдап түп көтеріле көшті. Жаугершілік заман, бұрынғы салтанатынан айырылған көш, екі кештің арасында күн еңкейген соң бой түзеді. Үйілмелі-сүйілмелі ұл қыздарын ашамайға өз қолымен көтеріп отырғызған батыр, түйенің бұйдасын 10 жастардағы үлкен ұлының қолына ұстатып, «Көке, сіз ше?» деп әлдене сұрағысы келген ұлына шырай білдірмей кері бұрылып жүре берді. Жанары жаутаңдаған келіншегіне «Сендерді Аллаға аманат еттім» деп атын шұғыл тебініп әскеріне беттегенде 5 қаруы қақтығысып сатыр-сұтыр етті. Малды жанды ауыр көш алысқа ұзай алмаған. Ертеңіне шапқыншы барлаушылар арқылы қалмақ маңғыласының таяп қалғаны білінді. Бір күн. Халқын ертістен өткізіп жіберу үшін бір күн қажет. Жау қолы тоқтаусыз алға жылжып келеді. Жанан батыр сайыпқыран ерлермен қысқа кеңестен кейін әруақ шақырып жасағына ұран салды. Ер басына күн туған заман болды. Еркек тоқты құрбандық. Көштің жолында біз құрбан. Бабалар салған жолмен ертең таң атысымен жау қолын шабамыз. Елден жаны артық бұқпантайларға түн қараңғысы серік болсын. Ата жаумен жағаласып, жастығымды ала жығыламын дегендер маған еріңдер. Я әруақ қолдасын. Тас бөрі соңына тас түйін әскерін ертіп, қалмақ қолына қайырылды. Жау әскері екіге бөлініпті, алдыңғы легі тақап қалған. Қас қарая қазақтың көзсіз ерлері 1000 сан қалмаққа жақындады. Жанан әскерлеріне от жақпауға бұйырды. Аспандағы жұлдыздар жерге түскендей, бүкіл атырапты шоқ-шоқ жарыққа толтырған қалмақты азған әскерге қалай көбейтіп от жаққызғанымен қорқыта алмасы белгілі. Ер тоқымын жастанып тыныстаған Жананды ертеңгі ұрыс қобалжытқан жоқ.
Сан ұрысты, қанды жекпе-жектерді басынан өткерген батырдың өзегін өкініш өртеп барады. Бұл жауды 300-дің басы қосылған үлкен аламан әскер ғана жеңе алмақ. Мына алмағайып заманда әрбір батыр өзіне қарасты әскермен жеке қалып жауынан жеңіліп опық жеді. Ер кезегі бұларға да келіп тұр. Ертең ел амандығы жолында жас жандарын құрбан қылуға әскері дайын ба? Таңғыла бере қазақ батырлары бірі қалмай атқа қонды. Қараңғы түнде бұқпалап қашқан бір қазақ болмапты. Ұшы қайыры жоқ, кең жазық құба қалмаққа толыпты. Қалмақ қолбасшысы кейін қалған әскерінің негізгі бөлігін тосуды қажет деп санамаған. Осы әскердің өзі-ақ мына қазақтардан 10 есе көп. Бір сәтте қазақтардың тас талқанын шығаратынына биік сенімде байрағын қазақ әскеріне қарай нұсқады. Қалың қол қазақтар тұрған төбеге қарай жылжыды. Есікпен төрдей қара қасқа айғыр мінген Жанан батыр саптағы жасағының о шеті мен бұ шетіне екі қайтара ұрандап шапты. Алдын ала келісім бойынша батырлар жекпе-жекке шыққан шақта қазақ сыпайлары әлсін-әлсін қалмақтарға жақындай берулері тиіс. Қалың қалмақ әскерінің алыстап жаудыратын оқтарының астында қалмау үшін түнде ұрыс алдындағы кеңесте алдын ала ойластырған тәсіл. Орайы келсе жекпе-жекпен уақыт ұтуды да құп көрген сайыпқыран ерлер топтан шығатын апайтөс батырларында сайлап алған. Жекпе-жекті Жанан батырдың өзі бастамақ. Ендігі бір мезетте батыр қаптаған қалмаққа қарай құлдилай шапты. Жекпе-жек, жекпе-жек, қанды басың бері тарт. Қалмақ қолының орта тұсы қозғалақтап барып, жирен атты қалмақ батыры топтан бөлініп бері салды. Мың сан қалмақ найзаларының ұшы көкке шаншылып, күнге шағылды. Қалмақ қолы күндей күркіреді. Тау қопарылғандай түйіле шауып келе жатқан қалмақ жүрексінуден ада. Күшіне мығым найзамен бірақ түйреп түсіргісі келетін сияқты. Жанан батыр атын бір бүйірлетіп тұрды да, байыз таппай шырғы үйірілген қара қасқаның басын бір мезетте қақшита тартқан кезде тіке шапшыды. Алып қалмақтың найзасының ұшы Жанан батырдың қалқанына тиер-тиместен қара қасқа иесінің ыңғайын тақымынан танып орғи секірді. Қалмақ батыры сол екпінмен ауа қармап шаңдата шапқан беті алыстап барып кері бұрылды. Ол қазақтың бұл қимылын қорқақтыққа балағандай, енді шалыс баспай, атын текіректете ойнақтатып барып, найзамен түйреп, әйтпесе гүрзімен соғып, жоқ қылуды ойлағандай. Найзасымен жердегі жыланды түйрейтін Жанан ежелгі әдетінше қалмақты көздеп екпіндей шапты. Тұяқтарынан кесектей топырақпен от ұшырған қара қасқа мен қалмақтың жирен аты бір-біріне жақындай берді. Қалмақтың найзасы Жанан батырдың қалқанына тиер сәтте оң тізесі от боп жанды. Жанан батырдың көк найзасы тері шалбарды қақырата тізесін жара өтіп, тірсегін қиған. Қалқанға соғылған найзаның ұшы тірек күшінен айырылғандықтан жойқын соққы жасай алмады. Екі жақтың әскері қас қағым сәтте екі ат қатарласа бере қайта ажырағанда атынан аунап шаң қапқан қалмақты көрді. Қазақ қолының абыройы асты. Жанан батыр жер тіреп орнынан әзер тұрса да, қылышын қынынан суырып, әйбат шеккен қалмақтың өндіршегін көк сүңгісімен орып жіберді. Көп қалмақ келесі жекпе-жекті күтпей лап қойды. Қалмақта кегі кеткен ер рухты қазақтың жанкешті батырлары да қалың қолды сыналай кірді. Атой салған қазақтар күтпеген қарсылық көрсетті. Жанан батырдың әскері сол екпінмен қарсы жақты қоғадай жапырды. Саны көп болмаса да, тас түйін әскер бірлесе қимылдап, бейберекет шабуылдаған қалмақтардың сабын бұзды. Қалмақ қолбасшысы әскерінің бытырай ұрыс салып, жұмыла қайрат көрсете алмай жатқанын байқады. Біресе қоршай түсіп, бірде қақ жарылған қалмақтар түс ауа көп шығынмен кері шегінді. Жананның негізгі ойы жартылай болсын орындалды. Күн еңкейгенше тағы бір тойтарыс берсе,
ел жұрты қауіпсіз мекенге шығары анық. Бірақ бұл жолғы ұрыс қиынға соғар түрі бар. Шегінген қалмақ кейіндеп келе жатқан негізгі әскеріне барып қосылған болатын. Көкжиек қаптаған қалың қолға толды. Көк сүңгілі қалмақтың мың-сан әскері жауар бұлттай қайта түйіліп келеді. Көшпелі елдің ежелгі әдетіне салып, қалмақ әскері аспанға қарата садақ тартты. Қайтпас қазақ ерлері алдымен көкке көтеріліп, одан соң өздеріне қарай жаңбырша жауған зуылдай кеп ажал шашқан жебенің астында қалды. Жанан бастаған батырлар тағы да жауларымен арпалыса айқасқа түсті. Күн қызара шығып келеді. Ұрыс даласын қанаттары жалпылдап, қарағұс пен құзғын басқан. Ұлы денесінің сау тамтығы қалмай, жараланған Жанан белгісіз тылсым күштің қолдауымен басын көтеріп, атын іздеді. Оқыранып, жанына келген атына жақындап, үзеңгіге аяқ салды. Ұзап кеткен жауының соңына түсіп, қуып жетпек. Ат жалын құшқан батырдың бойынан әлі кетті. Бойын басқан ыза мен ауыр қайғыдан ат тұяғының астындағы жақпар тас жапырылды. Жанан ат жалынан сырғып барып, ет бетінен жығылды. Елінің талайсыз тағдырына қайғырып, жанарынан улы жас тамды. Батырдың көз жасынан қара тас үгітіліп барады. Елімде егілген ердің ауыр қайғысынан жақпар таста ат тұяғының ізі таңбаланыпты. Ойдым тастың түбінде көз жасы бар. Әке, сіз айтқан батырдың көз жасы осы ма? Иә балам, міне, Жанан батыр мінген ат тұяғының бедері. Көріп тұрсың ғой, тасқа таңбадай болып түскен тұяқ іздерін. Ал мына екі жақпар тастың ортасына тиын тастасаң, суға түседі. Түбінде су бар. Ол батырдың көз жасы. Обалы таудың бауырындағы әне анықтап қарасаң көрінеді. Шошақ бейтсе, аңыз бойынша Жанан батыр жерленген екен. Әке, сонда батырдың кегі қайтпады ма? Оның ұлдары өскен соң әкелеріндей батыр болыпты. Аман қалған елі кегін алыпты балам. Батырдың көз жасы ескі заманның сүрлеу жолының бойында. Кейіннен салынған тас жолға бірер шақырым алыс болғандықтан ба, бүгінде ескі аңызды білетіндер некен саяқ. Бұрынғыдай жолаушылар батырға тағзым қылып, тиын тастап, ақтық байламайды. Бала кезімізде шежіреші қарттан естіп, жадымызға тұтқан аңыз жарқында шуақты туған жердің ауасымен бойымызға сіңді. Өскелең ұрпаққа өнеге болсын деп, енді өзіміз де бабалардың ерлік жолын ұлықтайтын аңызды насихаттап көрдік. Автор Нұрлан Балқаш. Оқыған Жазира. Каналыма тіркеліп, лайктарыңызды басып, лебіздеріңізді білдірсеңіздер болады. Рахмет.